Сәлем достар, кәсіпкерлікке енді бет бұрғандар, бизнес жоспар деген не, оны не үшін қажет, оны қалай жасаймыз деген сауалдарға тап болады. Осының жауабын білгіңіз келсе, соңына дейін көріңіз. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Әрбір кәсіпкер жеке кәсібін ашу үшін бизнес жоспар керек екенін жақсы біледі. Бизнес жоспар бұл жаңа бизнестің жан-жақты толық сипаттамасы. Онда бизнес туралы ақпарат болады, бизнестің қаржылық талдауы болады, маркетингтік жоспары және қызметкерлер бойынша жоспары жасалуы керек. Сонда кәсіпкерлер жаңа бизнестің түр-сұлбасын көре алады және өзі де көп нәрсені түсініп байқай алатын болады. Бизнес жоспардың кімге арналғанына байланысты оның бірнеше түрін ажыратамыз. Бірінші, өзіңізге арналған бизнес жоспар. Бұл бизнес жоспар кәсіпкерге жаңа бизнестің қаншалықты тиімді я болмаса тиімсіз екенін анықтауға көмектеседі. Екінші, несие алуға арналған бизнес жоспар. Банктер кәсіпкерге несие беру шешім қабылдау үшін одан бизнес жоспарды талап етеді. Немесе гранттарға қатысу үшін бизнес жоспар керек болады. Инвесторларды тартуға арналған бизнес жоспар. Инвесторлар өз қаржысын бұл бизнеске салар алдында бизнеске талдау жүргізеді. Сол себепті кәсіпкерлердің бизнес жоспары тексеріледі. Ал сіз қандай салаға бизнес жоспар жасағыңыз келеді, комментарийға жаза кетіңіз. Бизнес жоспар жайлы толық ақпарат білгіңіз келсе, немесе бұдан да басқа тиімді бағдарламаларды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сау, саламатта болыңыз.